Қайырлы күн, аты жөнім Тұрсынбаева Жазира Есенбаевна, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. 2020 жылы отбасыммен белгілі бір себептермен Ақтау қаласына көшіп келдім. Еңбек жолымды 2022 жылы нөмірі 30 жалпы білім беретін мектепте жалғастырдым. Алғашқы жылдары оқушылардың қазақ әдебиеті сабағында көркем шығарманы оқуға деген немқұрайлығын байқап, қатты қиналатынмын. Бір оқиғамен бөлісейін. 5 сыныпта Ыбырай Алтынсариннің «Қыпшақ Сейітқұл» деген әңгімесін үйге оқып келуге тапсырған болатынмын. Келесі сабақта әңгіме туралы талқылау жүргіземіз деп ойлаған болатынмын. Келесі сабақта сыныптың мені үнсіз қарсы алуы тығырыққа тіреді. Кім сабаққа дайын деп сұрадым. Көпшілігі басын шұлғыды, кейбірі менің уақытым болмады деді, ал кейбірі бұл шығарма мен үшін қызықсыз деп жауап берді. Өкінішті, ұлы ағартушының мұндай шығармасын қызығып оқымайтын оқушыны өзімнің алдында көру менің жаныма қатты батты. Сөйтімде оқушыларды көркем шығармаға қалай қызықтырамын деген сұрақты өзіме қойып, жан-жақты іздене бастадым. Келесі сабағымда мен мынандай әдісті өзіммен бірге алып келдім. Әр топтың жұмыс үстелінің үстіне ақпараттарды таратып тастадым. Және түрлі түсті қарандаш үлестіріп бердім. Олар, апай, біз суретші емеспіз ғой деген наразылық таныта бастады. Әйтсе де біртіндеп сурет салып бастағаннан кейін, олар бұл жұмысқа қалай қызуқанды кірісіп кеткенін өздері байқамай да қалды. Кейбір оқушы Қыпшақ Сейітқұлдың өзеннен қалай арық тартып жатқандығын бейнелесе, ал кейбір оқушы қызыл қарандашпен Қыпшақ Сейітқұлдың бойындағы адамгершілік қасиетті жеткізу үшін нақыл сөздер жазып қойыпты ақпаратқа. Қалай, сабақ қызық бекен, әлде қызық емес бекен деген сұрақ қойдым. Әрине, оларға қызық, бірақ осы нәтижеге мен қалай қол жеткіздім? Оларға қарапайым кітаптағы шығарманы оқып беруден гөрі сол шығарманы визуалды түрде ұсынған әлде қайда нәтиже береді деген ойға келдім. Сөйттімде балалардың жүрегіне жол табу үшін, көркем шығармаға қызықтыру үшін жан-жақты ізденіп, әртүрлі жаңа тәсілдерді қолдана бастадым. Тағы бір тәжірибеммен бөлісейін. Кезекті бір қазақ әдебиеті сабағында Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» деп аталатын әңгімесінің мәтін түрінде жазылған жай ғана формасын интерактивті тақтаға шығарып, өз даусыммен оқушыларға мәнерлеп оқып бердім. Сөйттімде мәтін мазмұны бойынша оқушыларға сұрақ қоя бастадым. Санаулы ғана оқушы жауап берді. Одан кейін жоспар Б-ға көштім. Сөйттімде алдын ала жасанды интеллектінің көмегімен дайындап келген бұл мәтіннің визуалды нұсқасын оқушыларға көрсеттім. Бейнероликті тамашалап болғаннан кейін оқушылар жанданып, белсенділік танытып, менің қойған сұрақтарыма қызу қанды жауап бере бастады. Оқушыларға Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» әңгімесін манга жанры арқылы меңгерту арқылы мен оқушыларға еңбек құндылығын жеткізе алдым деп ойладым. Уақытты тиімді пайдалану үшін Кандинский нейрожелісі GPT-чат деп аталатын жасанды интеллекттің көмегіне жүгініп жүрдім. Оқушыларды бұған үйретіп, оқушылар цифрлық платформаларда жемісті жұмыс жасай бастады. Бұл тәжірибе маған үлкен сабақ болды. Балалардың әдебиетке деген қызығушылығы өшіп қалған жоқ. Олар тек әдебиетке жақындаудың өзіне ыңғайлы жолын табуды қажет етті. Әрбір қиындыққа кезіккен сайын, енді мен олардың көзқарасымен қарауды әдетке айналдыра бастадым. Манга жанры қазақ әдебиетін заманауи көзқарасқа бейімделген оқушыларға жақындатудың алтын көпірі. Бір сөзбен айтқанда, тарихты тек сөзбен ғана емес, суретпен де сөйлететін болсақ, балалар оны түсініп қана қоймайды, сонымен қатар балалардың жүрегіне жол табамыз дегім келеді.